Көп айтылып, бірақ орындала бермейтін ұлттық мәселенің бірі тіл мәртебесі. Көздің қайда түсіп кетсе де, қаріп өзге тілде баяндалғанын көруге болады. Бұл шеңберге лайық құбылыс болғанымен, шеңбер сыртына шығып жатқан сөйлесу жайы бар. Екі адамның бірі орысша сөйлейді, екі нысанның бірі ресми тілде қызмет көрсетеді. Ана тілі қазір диаспораға айналғандай, жастары сөйлегісі келмейді, ақыл айтар үлкені жоқ. Айтылса да сол жерде қалады. Тіл тұғырнама жайлы жұмыстар көптеп ұйымдастырылса ғана, бұл олқылықтың да орны толары анық дейді тіл жанашырлары. 2004-те тіл турасында заң қабылданғанда, онда айтылған толғаулардың тізбегі әлі күнге дейін орындалмай келеді. Негіз бар, ана тілді ардақ тұтпайтындардың қоғамда көптігі, алатын қызметтегі қазақша нұсқаның жоқтығы. Елбасы 2011 жылы бізге айтқан, егер саналы өзінің елім, жұртым дейтін патриот Қазақстан Республикасының азаматы болса, ол әрқашан ойланады және шаңыраққа қарайды. Тіпті дүкенге барған кездерінде, немесе асханаға барған кездерінде, сіз қазақша сұрасаңыз, олар кейбіреулер керігіп, мен солай айтар едім, орысша жауап береді. Неге десең, былай деп айтады. Все же говорят деп айтады, міне осы тұрғыдан. Өзге елдің мәдениетін бұлай қойып, тілін қанына сіңірген жастар жат болмысқа бой алдырады. Ұстаздардың да айтары осы, күнделікті оқу форматында ана тілге басымдық беру. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ұлттық құндылық аясынан қарайтын болсақ, тұрғысынан қарайтын болсақ, кітап оқыту арқылы, көркем әдебиетті оқыту арқылы тілін дамытып отырамыз. Оған бір ғана мысал айтайын, менің өзім алдымда отырған балаларға бүгін біз шұғаның белгісін оқитын болсақ, соның ішіндегі бір ғана детальді сөз арқылы кешке, қазір біздің өзіміздің әлеуметтік желіге қолжетімді ғой, сол жерде шәкірттермен, олардың ата-аналарымен сол шығарманың аясын, ауқымын, сюжетін, мазмұнын талдай отырып, тереңіне бойлауға жол ашамыз деп айтуға болады. Ал енді жолдау жайы. Онда қазақ тілін дамыту қажет, болашағын отанымызбен байланыстыратын әрбір азамат қазақ тілін үйренуге ден қоюы тиіс делінген. Сондай-ақ бас құжатта қазақ тілінің қажет екені, ғылым мен білім саласында осы тілдің орын тебетіні нық сеніммен айтылған. Оны орындау ортақ міндет. Ырсалы Дәуренбек, Қанат Бақытұлы, Айқын ақпарат.